әуелі алды одан кейін очки дейді ғой мысалы жаңағы телефон қарап бір бірімен сөйлесіп кету деген болмайды. Әйгілі болу үшін сен барып теледидарға түсуің керексің, міндетті медийный болу керексің. Белгісіз адамдар әдейі істеп мені страйк жіберіп блокқа қойып тастаған болатын. Өйткені осы солтүстік өңірге Аллаға шүкір танылдым. Соны қазақтар енді түсініп келе жатыр. О, ты очкимен дейді ғой маған. Қарап шығу мүмкін емес. Ырымдап қарап саламын да, әйтеуір досың бір ренжіп қалмасын деп әйтеуір. Жақсы бір идея айтайын ба саған? Сол чекті аласың да, сол WhatsApp-ына жібересің. Күніне қанша адам жазылады дедің? Енді ресторанның светі өшсін деп тілеп жүретін болдың. Қойшы? Иә, мен істедім, сосын One Show бар еді ғой, Азамат Антон. Солар салады. Менен кейін бірақ салды олар, мен помню. Менен кейін скаф үлкен орыстың жігіттері. Солармен төбелесіп жүрміз ғой тойдан кейін. Сен костюмыңды ұмытсаң да очкиіңді ұмытпауың керексің. Иә, ол сол да дұрыс, иә. 1 миллион жинау тамадаларға ол потолок болатын. Тойда сен алған ең қымбат сыйлық қандай болды? Пушкин дейді ғой. Айда, мен ана жерде пультта отырған, мен пульттың астына кіріп кеткен ғой күлкіден. Вообще қоя алмай жатыр маған. Бір типті нәрсе ұнамайды. Сондықтан бір бір жарып шығатын бір нәрсе керек болды. Каждому городу нужен свой герой, да? В Америке Спайдермен, Супермен, у нас очкимен. Очкимен. В Казахстане очкимен. Сәлем достар, сіздермен бірге сөйле подкаст, және де мен оның жүргізушісі Думан Айсин. Бүгін бізде қонақта Астана қаласының бір ерекше асабасы Айдархан Жандильдин. Қош келдің. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Өте керемет, күшті, керемет атмосферада отырмыз. Сөйле подкаст құтты болсын. Айдархан бізде кәсіби асаба, музыкант, ютубер, Қазақстанның YouTube платформасындағы именно той саласындағы видео салатын жігіттердің арасындағы ең көп подписчигі бар Астана Шоу YouTube каналы. Және де Айдарханның ерекшелігі бұл очкимен. Осының арқасында халықтың алдында танымал болып жүрсін. Бұл идея тойда очки тағып жүру, очкиді ауыстыру қайдан келді? Қайдан көрдің? Көрдім болғанда бұл идея өз бетімен келген идея. Негізі фишка деп айтады ғой. Қазір халыққа однотипный нәрсе ұнамайды. Любой тамада болсын, басқа сфера болсын. Бір типті нәрсе ұнамайды, сондықтан бір жарып шығатын бір нәрсе керек болды. Бірақ былай деп айтайын, костюм ауыстыратындар болды, әртүрлі шляпа ауыстырады, там неше түрлі костюмдар киеді деген сияқты ғой. Бұл идея негізі тойда жүріп келді өзі. Негізі басында мен өзім креативный нәрселерді жақсы көремін. Руслан Аспан деген асаба бар, білесіздер. Содан бір көрдім да, очкиді көрдім, ана жанатын очки. Опа деп Руслан досыма жаздым. Руслан айтты, осылай Алиэкспресстен алдым деді. Айда мен барлығын ізденемін да. Одан да мықты очки аламын ғой, короче. Өзім алам, сатып алам. И келеді, и Руслан соған қызығады, короче. И оған тоже подарить етемін бір очки тоже. И бірақ мен ол кезде андай очкимен деген не болған жоқ. Ат болған жоқ. Ат болған жоқ. Тойда жүрдім, той басқарам. И бір кісі, бір үлкен очкимен деген атты ол кезде келмеген. Неге десеңіздер, очкимен деген сөз өзі негізі жоқ сөз ғой. Тойда бір басқарып жатырмын, бір той, и очкилар арасында ол кезде очки көп ауыстырмаймын, жай для себя киемін. Өзіме ұнайтын бір креативный очкилар бар. И бір әйел тұрады, үлкендеу кісі. О, ты очкимен дейді ғой маған. Қойш? Сол сөзді жаттап аламын, сразу жаттап аламын, короче. Ану деген сияқты очкимен деп, еще жазып аламын, ұмытып қалмайтындай, короче, заметкама. Опа, очкимен деп. Менде 2 очки болды, біреу былай жанады, сосын екіншісі тоже бір-ақ цветте жанады, короче. Анау екінші цветте жана береді, короче. И сөйтем да очкимен нетем да, и очки іздей бастаймын. Креативные очки, забавные очки, прикольные очки, короче, Алиэкспресстен іздеймін барлығын. И шыға келеді, неше түрлі очки, и давай қызығамын да, короче, 5-6 очки заказ беріп қоямын. И келеді ол кезде Алиэкспресс примерно 20-30 күнде келетін креативный очкилар кием, тойға шығам. И, короче, адамдарда уже реакция пайда бола бастады. И сөйтіп уже асаба тамада шоуменнің орнына асаба шоумен очкимен деп қосатын болдым. И логотип тоже очкидан істеттім. Ол кезде Мобиловым бар. Сол Мобилов Әміржан істеп берді. И креатив, и халыққа қызық бола бастады. И айда тамадалығым Астана қаласымен шектелген жоқ. Қостанай, Жезқазған, Алматы, Шымкент бармаған жеріміз жоқ қой, в общем. Халық соған, сол очкидің арқасында. Очкидің арқасында, иә. Әуелі алды, одан кейін очки дейді ғой, мысалы жаңа. Одан кейін очкиді уже салатын келіншегім Майныр қорап, андай коробка заказ берді. Короче, вау, деймін, аны ондай бар ма деген сияқты, ондай білмейсің ғой. Очки салатын не деген. Кішкентайларды көрдім андай 5-6 очки. Бірақ 18 очки салынатын бір шет көрдім. Аны деймін, біреуін заказ береді. И сразу айтамын, екіншісін заказ береді. Өйткені сыймайды менде очки, короче. Басында 10 очки болды, 15, 20, 30, 40. Қазір бір примерно 70-80 очкиде болып қалды ғой, примерно. 70-80 очки бар ма? И оған сиятындар бар, жаңа коробкаға сыймайтын очкилар бөлек.
и сонымен короче қызығушылығым арта бастады ғой короче очкиға деген. И айда для себя короче ізденемін уже. Очки короче сценарий былай тұрсын, очки мына жақта ғой короче. Халықты бір жағынан сөзбен де аласың, енді өзің сценарий дайындаласың ғой, өзі очки ауыстыра бергенмен мына жағың сценарийің не то болып жатса, тойда шіріп жатсаң бітті өтпейсің ондай кезде. Екі жағыңды тең ұстап отырсаң ол жақсы. Сондықтан короче мына жақты да реттеймін, мына жақты да реттеймін деген сияқты ойындармен тоже өзім ойындарым креативный, халықты вниманиеда ұстап отыру, ешкім былай телефонға қарап бір-бірімен сөйлесіп кету деген болмайды. Қара сөзді енді айтамын басында, бірақ қандай көп сөйлей бермеймін да, тілектер санын қысқартамын, ойындармен өткіземін, лед экранмен ойын деген сияқты. Бәрі айтады, бір тосты бір очки ауыстырасың ба дейді. Мен жоқ, бір тосты 5-6 очки ауыстырып үлгеремін. И менде бір тілектен кейін ойыным бар, викториналық сұрақтар деген бар. Ең соңында айтам, мінекей логотипқа қараңыздар, мен очкимен, кім мен очкимді тойдың басынан аяғына дейін санайды, соған приз беремін өз атымнан деймін. Мынау сіздерге түсінікті болу үшін, мынау менің примерно сол кезде 8 ба 9 очки ауыстырып үлгеремін. 8-ші очким, считайте дальше, 10-шы, 20-шы деген сияқты. И адамдар все, уже мен логотипім көреді, Инстаграм көреді, подписывается, отметка жасайды. Очкидің саны бір болмайды ғой. Әртүрлі болады, кейбір тойда болады, реакция қатты көп емес. Мен бір түсінгенім, элиталық тойлар болады ғой. Очки ауыстырып жатсың ба, ауыстырып жатқан жоқсың ба, оларға бәрібір отырып тып-тыныш қана әйтеуір ойындарын өткізіп, застольный ойындарын өткізіп, элитный тойлар асабада ауыстырса да байқамай қалады. Иә, сондай ғой, сондай болып тұрады. Әдемі киім тұрсаң болды, самый главный. Ондай кезде мен примерно халыққа реакция ғой, қарайсың. Пас бересің, халыққа пас қалай бердің, халық саған сондай пас берсе, сен дальше уже солмен жұмыс істейсің. Егер пас отдача болмаса, гол кіргізе алмайсың деген сияқты ғой. Сол жұмыс уже нетпейсің. А так реакция көп болса, уже қарап түсінесің примерно 8-9-10 очки ауыстырғаннан кейін. Уже біреулер фотоға түсіріп отыр, біреу видеолар түсірді, үлкен кемпірлер, әжелеріміз қызық көріп бүйтіп видеоға түсіріп тойдың соңында обязательно сенімен фото санайды. Сосын ең соңында сарқыттарын ұстап асығып тұрса да, тамада сен айтқан жоқсың ғой, неше очки ауыстырдың, неге айтпайсың деген сияқты. Асықпаңыздар, қазір мінекей той иелеріне дейін мен обязательно айтам, призымды алып шығам, берем, уәде деген сияқты. Сөйтіп өз уәдемде тұрып, санап прям точно айтатындар бар. 38, 42 деп санап көрсетеді даже бүйтіп. Күйеуіне WhatsApp-тан жазып отырады, бүйтіп 11, 12, 13, 14, 15, 16, біреу заметка жазып отырады. Сөйтіп көрсетеді, өзім шок болып қаламын, онда ану деген сияқты. А мен қалай санаймын, мен тойды енді той барысында ұмытып қаласың ғой, очки, неше очки ауыстырғанын. Иә. Оны мен ең соңында бөлек салып жатасың ба? Жоқ, бөлек салмаймын, жаңағы коробкалар бар ғой менде. Қазір көрсетемін. Сол очкиларды екеуін былай қойып қоямын да, и содан басынан бастап дұрыстап санап шығамын. И оған екеуіне сыймайды уже. Анда примерно 41 деме очки сияды. И плюс тағы сумка бар менде. Оған уже үлкен маска очкилар бар. Маска очкилар, там сыймайтын очкилар бар. Соның барлығын бөлек салып қоямын. Обязательно соны санаймын. 2-3 рет санап шығамын. Соны ровно уже айтамын адамдарға. Өйткені уәде есть, уәде. Сөзде тұру керек, призді беру керек деген сияқты. И халыққа сонымен креативпен уже нетемін. Маған мысалы жазға заказдар көп келіп жатыр. Батыс өңірінен көп, шығыс өңірінен, оңтүстіктен. Өйткені осы солтүстік өңірге Аллаға шүкір танылдым. Енді оңтүстік бүкіл Қазақстанды былайша айтқанда танымал болу керек қой. Олар обязательно бірінші қоятын сұрағы, сіз очкименсіз ба дейді. Иә, екінші сұрағы обязательно алғаннан кейін бұрынғы қояды ғой. Обязательно очкиларыңызды ұмытпаңыз дейді ғой. Бір енді қарапайым әр адамның қолынан келетін нәрсені жасадың да, сонымен бүкіл Қазақстанға танылдың, иә? Иә, оңай нәрсе негізі. Ойда жоқ келген нәрсе ғой, жаңа ана кісінің түрінде атында ұмытып қалдым, шыны керек, очкимен деп айтқан. Сол кісі айтпаса мен жүре беретін едім, осылай той басқа. Мүмкін сол тәтеміз осы видеоны қарайтын шығар. Осы видеоның астынан нөміріңізді қалдырып кетіңіз, Айдархан сіздерге подарок береді. Иә, мен өз атына бір кәдесый болсын, сол кісі Аллаға шүкір, әуелі Алла, одан кейін сол кісінің арқасында әйтеуір очкимен болып осылай танымал болып жатқан жайымыз бар. Мен сені қанша жыл білемін, сен үнемі тыныш жататын адам емес, еңбекқор жігітсің. Бұрын сонды болмаған тағы да бір сенің ерекшелігің бар. YouTube каналды 1.270.000-ға подписчик. 1.273.000 подписчик болды. 1.273.000 подписчикке келіп, сонымен тоқтады. Сонымен тоқтады дегеннің астында астары бар. Себебі 2024 жылы октябрь айында мен YouTube каналым бұғатталып қалды. Белгілі бір адамдар, бірақ ол адамдар танымаймын, әдейі белгісіз адамдар әдейі істеп мені страйк жіберіп блокқа қойып тастаған болатын. Білмеймін неге олай істеген, көреалмаушылық па әлде басқа ма. Енді өз дальше енді Алла көрсетер істі. Жігіттер аман болыңдар десе. Онымен тоқтамаймыз, одан бөлек менде өзі негізі 18 канал болған YouTube канал. Жоқ, енді қазір осы жерде айтып кетсем, мынау қазір Аллаға шүкір YouTube көп адамға жол ашты. Көп адамдарға қол босатты мысалға.
баяғыда бір әйгілі адам әйгілі болу үшін сен барып теледидарға түсуің керексің, міндетті медийный болу керексің, тек қана телеканалдан атын шығады. Қазір сенің өз студияң өз үйіңде. Соны қазақтар енді түсініп келе жатыр. Соған енді балалардың каналы ашылып жатыр. Енді дамып келе жатыр ғой бізде. Енді дамып келе жатыр, иә. Әншілер болсын, басқа болсын, танымал болу үшін телеканалдарға тәуелді болған. Ал қазір мысалы жайдарман шықсын, басқа видеолар шықсын, қызықты КВН шықсын, әртүрлі подкасттар болсын, барлығы ютубта өте оңай, барлығы. Сен телеканалға сатпайды да. Оны өзінің ютуб каналында, даже телеканалдар өздері сұрап алады. Сіздің видеоңызды алуға бола ма рұқсатыңызды деп, рұқсатпен еще оны ссылкасын барлығын белгілеу. Баяғыда каналдарға ротация үшін мысалы ақша төлейтін. Ақша төлейтін, қазына оборот. Негізі ағайын қазақша контент көп болсыншы ютуб каналда. Үйлеріңізде бір камераны жақсы көретін балаларыңыз бар ма, ютуб каналын ашып қойыңыз. Әйтпесе біздің балаларымыз қарайтыны тек қана орысша, американ кинолары, түсініксіз кинолар, солардың әртүрлі видеоларын сөзге тиек етейін. Соның арқасында мен негізі өзімнің Астана шоу ютуб каналым бұғатталса да, ол да бір жағынан плюс болды. Неге десеңіз, оған мен көп көңіл бөлдім да, соған көп көңіл бөліп, басқа жақта мысалы басқа сферада мен қатты көңіл бөле алмай қалдым, уақыт болмай қалды. Ал қазір сол бұғатталғанмен мен уже жаңа балалар каналын жұмыс істетіп жатырмын. А3 деген канал аштық, А4 бар ғой, А4 деген сияқты біз А3 деген канал аштық. Жаққа не түсіресіздер? А3 қазақ. А3 деген өзім балаларым үшеуі. Аяру, Әмір, Айзара. Ғой үшеуі адам басталады. Балалар ютуб каналы кәдімгі жұмыс істеп жатыр. Қазір 3500 подписчиктей бар. Ойнай ма олар, не істейді? Ойнайды, мысалы әртүрлі ойын сауық орталығына барамыз, зоопаркқа барамыз. Шетелге шықсақ та ютуб каналға түсіреміз обязательно. Қазір барлығы өте оңай, анау бұрынғыдай үлкен камераларды алып бүйтіп жүрген балалардың артынан қажет жоқ. Телефонға түсіре бересің. Телефонға, iPhone болсын, Samsung болсын, Full HD форматқа түсіресің, тез телефонмен де монтаждап сала бересің. YouTube каналы бар адамдар, мысалға бәріміз 100 000 подписчикқа жетейік деп армандаймыз. 1 миллион подписчикқа жетейік деп армандаймыз. Енді бір маған қызық болды, жаңа сен айттың, бірақ маған қызық болды. Күніне қанша адам жазылады дедің? Былай деп айтайын, 2015 жыл, кішкене тарихты айтып өтейін. 2015 жыл, мен өзім 2014 үйленгем. Айнұр екеуміз үйленген кезде, енді ютубты білесің ол кезде. Негізі ютубтың тарихы 2005-2006-тан басталған ғой. Бірақ ол бізде дамымаған. Ютуб деген сөзді біледі, бірақ ол не екенін білмейді да, қазақтар Қазақстанда білмейді. Сөйтіп 2014-те үйлендім. Үйленгеннен кейін ол кезде флешмоб хит еді ғой баяғыда. Үйленген кезде обязательно қызыл бабочка, қызыл мынадай пояс бар, обязательно барлығы бір стиль, сиреневый стиль, қызыл стиль вот, қара стиль вот. Сонда киініп келеді жастардың барлығы. Киініп келеді, флешмоб билейді бірдей. Сол кезде білмеймін, барлығында хит еді. Сөйтіп сол видеоны алдым да, YouTube канал аштым. Бәрі мысалы проблема қалдырады ғой, қалай аштың? Өте оңай, мейл жазасың, регистр жасайсың, ашасың. И видеоны сала салам 2015-те. Бір жылдан кейін сала салам. И бір кезде қараймын, 100 подписчик. Опа, қалай подписчик? Сөйтсем, жаңа флешмобын жинап жатыр екен. Шикарный флешмоб деген бар әлі ютубта. Көрсеңіздер. И сол 100 подписчик жинайды, 200 подписчик, 1000 подписчик жинайды. Түсінбеймін, 1000 подписчик. Уже монетизацияға шығып кетті. Уже монетизация шығып кетті. Ол кезде андай 1000 подписчик жинап, 4000 сағат жинау деген жоқ. Жоқ еді. Монетизация өте оңай, сразу өте бересің монетизацияға. И бір кезде қараймын 2000 подписчик, 5000 подписчик, уже шок, барлығы қарайды. Аны 5000 подписчик бар ма деген сияқты. Бар. И сөйтем да өзім Астана сервис, ол кезде Астана шоуым ғой, той ұйымдастыру орталығы. Астана сервис деймін да, видеолар сала бастаймын, тамадалар сала бастаймын, жаңа домбырашылар, айтыс нелер сала бастаймын. Шоу программаны жалпы. Шоу бағдарлама салам. И бір кезде ютубтан звондайды ғой адамдар. Саламатсыз ба, видеоңызды көріп едік, тапсырыс беруге бола ма деп. Саламатсыз ба, қандай ютубтан? Осы сіздің каналыңыздан көріп отырмын, Астана сервистен спецэффектті заказ беруге бола ма дейді. Қай қала? Алматы. Жоқ, кешіріңіз, біз Астана қаласындамыз. Опа деймін да, трубканы қоямын да, қараймын, короче. Сөйтсем жаңа спецэффекті анау-мынау салып отырмын ғой, шоу программа. Тойдағы керек нәрселер. Соған адамдар звондап отыр. Номер қойып қоясың ба? Номер қойып қоямын. Логотип қоямын, бірақ видеоның үстіне қоймаймын номерді, астына жазамын. Описание бар ғой? Соған звондайды клиенттер. Опа деймін да. Ол кезде басқа, мысалға Астанада басқа адамдар сөйтіп істеді ме? Ол кезде ешкім жоқ. Ол кезде ешкім болған жоқ. Тек қана мен ғана істедім ол кезде. Қойыз? Мен істедім, сосын One Show бар еді ғой, Азамат Антон. Солар салады. Менен кейін бірақ салды олар, мен помню. Менен кейін салды. И сөйтем да көбейте бастаймын жаңа. Уже логотип. Одан кейін номерларын прям экранға жазатын. Экранға жазамын. Дархан досым айтты, өзім досым. Астана сервиспен қатар қасына номер жазып отыр деді. Сол кезде клиенттер звондайды деді.
и сөйтем да, и как-то Астана сервис деген название бір стрёмный болды ма, бір прикол тастай Астана сервис анау үйді жөндеу иә, деген. үй жөндеу, сосын BI еркін сервис спецэффект жасайтын еркін досым постоянно звондайды, алло, СТО ма деген сияқты. Сөйттім да, бір название керек болды, Астана деген қалдырғым келді да, Астана шоу деп аштық да, Астана 2016-17-те ма өзгерттік название. И сөйтіп Астана шоу уже халыққа күшті естіледі да, күшті көрінеді, Астана шоу .kz, и номер қалдырам, и сөйтіп адамдар звондай бастайды, и заказдар кете бастайды. И сөйтіп 2018-де ма 19-да ма Сабыржан кішкене енді хайп келе бастаған кезде сары костюм, мен помню әлі. Иә. Соны салып жүремін тоже, видеоны, Сабыржан салып жүремін. И тағы да видеоларын салам, өзіміз операторда түсірген. И сонымен Сабыржанмен танысамыз. И видеолар кетеді ғой, Сабыржан. 1 миллион просмотр жинаған біздің канал ең бірінші. Одан кейін тағы да Кенжегерей жинады. Сөйтіп Қайнар Әлетаев, тамадалар, короче, 1 миллион. Ол кезде хит сондай еді. 1 миллион жинау тамадаларға ол потолок болатын. Қазір 10 миллион, 20 миллион кетіп қалды ғой. Иә. Сол кезде 1 миллион просмотр жинаған тамада хайп уже, кәдімгідей потолок болды. И сөйтеміз да Сабыржанға заказ келе бастайды. Сабыржанға бүкіл Қазақстан бойынша звондайды. Күніне бір 50 звонок звондаса, соның 35-і Сабыржан ғой. Саламатсыз ба, Сабыржан бос па, саламатсыз ба, Сабыржан бос па, қай қаладан келеді, костюм ауыстыратын тамадама, костюм ауыстыратын тамадама. Мен ол кезде енді өзім музыкант, еще организатормын ғой, еще ютубер, былай үш жақты алып жүрдім да направлениені. И сөйтіп сонымен YouTube канал сөйтіп көбейді. И біз ол кезде 100 мыңға жеткен жоқпыз, 55 мың ба сондай подписчик болып тұрдық. 2019 жылы Агугай студия бар, Агугай, музыкалық платформа. Соның 3 жылдығына бардық. Олар YouTube канал алтын кнопка алды Алматыға. Сол кезде біз видео түсіретін болып бардық, и достарды құттықтап бардық, Нұрым Жеңісбектерді. И сөйтіп басында басталмай тұрып YouTube канал алтын кнопканы ұстадым да, ішіне армандадым, осыған жетсек екен, жете аламыз, осыған жете алмаймыз. Ол кезде менде 50 мың ба 60 мың подписчик болды. Ол кезде әлі күміс кнопкада алмағанбыз. Армандап тұрдым, осыған жетсек екен дедім, қойдым да. И содан кейін ровно 1 жылдан кейін күміс канал алдық, ровно одан кейін тағы 1 жыл араға салып алтын кнопка алдық қой. Получается 2 жылдан кейін жаңа қолымда ұстап тұрдым ғой, 2-2,5 жылдан кейін алтын кнопка. Ол фото бар ғой. Ең бірінші негізі YouTube түсінетін адамдарға күміс кнопканың өзін алу негізі ол достижение, кәдімгідей жетістік. Бірінші 100 мың ол қиын. Иә, 100 мың ол қиын, ол дальше уже кете береді. Негізі 10 мыңдық жинау басында өте қиын болады, 10 мың. 10 мыңнан кейін әрі қарай кете береді. 20 мың, 30 мың деген сияқты ғой. 10 мыңнан санайсың. Уже бір 90 мыңға келген кезде уже примерно түсініп тұрасың қашан келетінін. Күміс кнопканың өзін алатын кезде гравировкаға жібереді. Саған жазады, письмо келеді. Қалай істейік деген сияқты. Қандай название? Астана шоу деп жазуға болады, Айдархан деп жазуға болады, Туман Айсин деп, любой нәрсе жазуға болады. Мамаң атын, папаң атын деген сияқты ғой. И өзіміздің YouTube каналымызда Астана шоу .kz деп гравировка былай дизайн кетеді. Сүтті болса бүйтіп жазып атады былай. Күшті қылып күтесің ананы кәдімгідей. Күніне сұраққа оралайық. Күніне қанша адам жазылатын саған? Иә, күніне ең көбі маған 2,5 мың адам жазылатын. Бір күнде 2,5 мың. 24 сағатта 2500 адам, 2800 адамға дейін болды, мен помню. Бір-екі рет болды 2800. Но в среднем 1600-1800 адам жазылатын. Уже біліп тұрасың. Уже қарамайсың ғой, басына комментарий оқисың. Қанша мыңға дейін сен қарап жүрдің подписчиктарды? Мен 100 мыңға дейін қарап жүрдім, 150 мың, 200 мыңға дейін қарап жүрдім. 300 мыңды санап жүрдік қой біз, есіңде ме? Иә, санап жүрдік, иә. Думан 350 болды, 370 болды. Енді каждый 100 мыңдықты санайсың ғой по-любому. Бірақ ортасында енді ұмытып кетесің да бүйтіп. Уже миллион болғаннан кейін енді тәкаппарлық, менмендік емес, андай күнделікті білесің да, 1000 адам по-любому подписка жасайтын. Таңертең тұрасың, қарайсың, ол снежный ком сияқты уже кете береді. Иә, әрі қарай кете береді, уже біліп тұрасың, уже адамдар жазыла береді. Одан сайын сен миллионнан кейін одан сайын аса береді да, подписчиктарың көбейе береді деген сияқты ғой. Ол үшін контент жақсы жасау керек біріншіден. Сенің үлкен опытың бар YouTube жүргізуден, енді жаңа ашылып жатқан YouTube каналдарға қандай кеңес бересің? Кеңес өте оңай. Ең бірінші видеоңызды былайша қарапайым тілде жалпақ тілмен айтсақ, видеоңыз атып кетсін десеңіз, атып кету деген рейтингқа шығып кету. YouTube-тың өзінің аналитикасы бар ғой. Соған шығып кетсін десеңіз, ең бірінші описаниені жақсы қою. Адамға қазір не қызық? Мысалы өзің YouTube қарап отырсаң, мысалы бүйтіп подписка жасамаған каналдардың өзін қарап отырсаң, бірінші сен обложкасы мен описаниясына қарайсың. Сол интрига болу керек. Описание әлде название ма? Название да, описание да бәрі. Описание астында ғой. Астында, иә. То есть названиясы, названиясы, атауы өте бір хайповый болу, сосын обложкасы. Обложкасы да өте жақсы жасалу керек. Обложкасы жақсы жасалып, жаңағындай атауы күшті болса, адам обязательно кіреді. Бір адам кіріп 3 секунд көргеннің өзі саған бір
просмотр әкеледі. Және де тағы да ең маңыздысы бірінші 15 секунд. 15 секунд адамға қызықтыру керек, адамға қызық болу керек. Ары қарай қызық емес болса. Сен мысалға видеоң қызық болса, басы қызықсыз болса уже қарамай кетеді. Ана жерде не түсірсең де уже. Әлбетте мен жаңа бірінші айтып отқаным осы жаңа обложка мен название, атау, одан кейін өзің ұсынып отырған продуктың әдемі болу керек қой. Әдемі болу керек, қызық болу керек адамдарға. Әйтпесе жайдан жай аспаннан ақша түседі деген ондай болмайды. Сенен кейін біраз адам ашты. Шымкентте де бар, Алматыда, Қазақстан бойынша YouTube каналдар сол теманы түсініп алып, бір-бірінен көріп, мысалға, ол кезде, мысалы, қазір олар бір-бірінен көріп істеп жатыр негізі. Бірақ осы YouTube каналдың атасы той саласының сен екенін білмейді да көбі. Енді бірақ байқағаным, қазір қазақша подкасттар бар, дін туралы, бизнес туралы, қазақтар түсіретін орысша подкасттар да бар. Бірақ ол жерде қаралым той қаралымына қарағанда аз. Бұл неге байланысты? Сонда халық жеңіл нәрсені қабылдай ма тек қана, әлде басын қатырғысы келмей ме өмірге? Былай деп айтайын, той қазақтың қазынасы ғой. Қазақтың қазынасы, сол себепті той әлбетте бүкіл адам қызық деп ойлаймын, біріншіден. Екіншіден, мен бір таң қалғаным, адамдарға біреудің тойы қызық негізі. Біз ойлаймыз, мысалы, мен өз басым біреудің тойын басынан аяғына дейін көрмейді екенмін. Бірақ бар ютуберлер бар, тойдың басынан аяғына дейін салып тастайтын. 4,5 сағаттық видеоны салып тастайды. Мен білем, кәдімгі операторлар бар, ондай көп операторлар. Қарағандының операторлары бар, Астананың қаз, Астанада күйбең тіршілік қой. Ана звондайды, мысалға, біздің тойымыздың видеосы қайда? YouTube-та ғой деймін. Ондай да бар шығар, ссылкасымен жібересің. Флешкасы қайда? YouTube каналда. Соны таң қалғаным, сондай бар екен. Оказывается, тойдың басынан аяғына дейін салып тастайды. Ана ішінде барлығы бар. Тамадан багажы да бар. Барлығы бар. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын мен негізі. Мен де дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені бір тамадалар былай тұрсын, ол адамдардың жеке өмірі ғой, мысалға. Сол мен де солай деп айтамын. Ертең олар мысалға ажырасып кетсе, Құдай сақтасын. Енді одан кейін біреу қайтыс болса, мысалға, енді білмеймін, ол тым сияқты ғой. Адамдардың жеке өмірі деп ойлаймын мен де, өздеріңіз айтпа. Бірақ білмеймін, әйтеуір оператор салып қояды. Ондай көп нәрсе болады. Мысалы, біздің өзімізде менің YouTube каналымда 6,5 мың видео болды. Енді барлығын қарап атпайсың ғой, бұрын салып тастағандар бар, 2015, 10 жыл бұрын салып тастаған видеолар бар. Адамдар звондайды, сәлеметсіз ба, біздің осы кеше тойда болғанбыз, видеолар салып қойыпсыз ғой. Удалить етіп тастайсыз ба? Сәлеметсіз ба, не болып қалды? Ағамыз органда істейтін еді. Енді тойда әртүрлі адам бар, генералдары бар, әртүрлі органда, әскери мамандықта істейтіндер бар. Спокойно сұрайды, спокойно удалить етіп тастайсың. Ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бір түнде миллион просмотр жинаған видеолар болды. Бір түнде 2 миллион жинағандар болды деген сияқты. 9 сағатта рекорд жасадық. 9 сағатта 1 миллион просмотр жинаған бір видео болды. Бірақ сол миллион просмотр жинаған видеоң бір түнде саған 2000 адам алып келуі мүмкін. Бір түнде 1000 адам алып келуі мүмкін деген сияқты ғой. Мінекей біздің алған ең алғашқы YouTube кнопкамыз батырма деп айтады ғой. Осы күміс батырма. Астана шоу 1000 подписчик мінекей. 1000 оқырман, 100 мың оқырманды алған батырмамыз дәл осы мінекей. Осыны алған кезде қуанышымызда шегі жоқ. Ең бақытты адам біз болғанбыз негізі сол кезде. Енді қызық енді. Қазақстан бойынша ең бірінші күміс батырма бұл 2021-де ғой деймін. 22-де. 2015-те каналды аштың. 2022-де алдық. 2015-те каналды аштың, 2021-де кнопкаға жетіп. 2022-де алдық осы күміс кнопканы, 2023-де алтын кнопка алдық қой. Сонда 6 жылдың ішінде жетіп. Араға 1 жыл салып, уже алтын кнопканы да көрсетейін. Сіздерге жұғысты болсын. Араға 1 жыл салып, неке осы алтын батырманы алдық. Енді бұдан кейін мынадай вау дейтінде қатты не болған жоқ. Енді бірақ сонда да енді алтын батырма ғой. Кәдімгідей Қазақстан бойынша той саласы бойынша, евент саласы бойынша тамада болсын, ең бірінші күміс батырманы алған біз, ең бірінші осы алтын батырманы алғанбыз. Негізі не деген бар, Social Blade деген бар, білесіздер ме, білмейсіздер ме? YouTube-тың рейтингі. Бүкіл әлем бойынша, Қазақстан бойынша деген сияқты ғой. Сонда біз Қазақстан бойынша 13-ші орынға іліккен біз. Яғни жаңа 7 канал дейді, хабар дейді. Бүкіл Қазақстанның каналдары болсын, Аминовкадан бастап 13-түк келген канал біз. Кәдімгі рейтингті қарап отыратын мен. 100-діктен түспедік кәдімгі, былай. 100-діктен ең жақсы келгені 13-ші орында. Осыған қосымша ақша берді ма? Жоқ, барлығы айтады ғой, YouTube-тан мысалы
100 000 подписчикті ақша береді, $40,000 деп естігем. Осы 100 000 подписчикті күміс кнопка келеді ғой, сонымен бірге $40,000 береді деп. Жоқ, ондай болмайды негізі. Өзің қалай ақша таптың, табыс видеоң бойынша ғой. Мысалы, бір апта видео салмай кет, сенің табысың кішкене құлайды деген сияқты ғой. Бір ай салмай кетсең, одан сайын подписчигің де сол орында қалып қояды деген сияқты ғой. Сол енді осы жерде бұны қонақ кәде дейма, қалай деп айтады, кәдеси дейма, осыны сіздерге арнайы Думан Айсиннің құрметіне пока жұғысты болсын деген ниетпен енді 100 000 подписчикқа жеткенше осыны сіздердің студияларыңызға қалдырып кетемін деген ниеттемін. О, рахмет. Сөйтіп 100 000-ға жетесіздер ғой, осыны кнопканы мен мынаны алып кетемін да, орнына мынаны сіздерге тастап кетемін, 1 миллион болғанша деп. Рахмет. Бұл енді шоуда KZ Travel каналым бар. Сол жерден болсын, не болмаса осы подкасттан болсын. Сөйле подкастта болсын. Бірінші қайсы жетеді 100 000-ға соған дейін. Рахмет. Бұл жақсы мына жақта тұрады енді осы күннен бастап. Төрлеріңізде ілулі тұрсын. Сенің ерекшелігін саған өздері адамдар айтатын шығар, өзіңді білетін шығарсың. Сен еңбекқор адамсың. Жеткен жетістігін ол тек қана сенің еңбегіңнің арқасында. Аллаға шүкір. YouTube каналды жүргізу ол оңай нәрсе емес. Көп адам ойлайды да, мысалға видео салам, атып кетеді, байып кетем, жаңағы А4 болам, одан кейін тағы бір жігіт бар ғой, американец. Миллионер болып кетем, мистер Бист болып кетем. Мистер Бист, оңай нәрсе жоқ. Себебі мен сен каналына тіркелгенмін, әр түн сайын обязательно бір видео салады. Обязательно бір видео салады. Ол оңай нәрсе емес. Мен өзім видео түсірем, YouTube-ға видео салам, бірақ ана жердегі шыдамдылық болу керек та. Оған қоса меніңше ол саған үлкен сабақ болды. Соның арқасында сен қазір өзінің Instagram каналында белсенді жүргізіп жатсың. Қазірдің өзінде сенде 15,400 оқырманың бар. Бұл таза. Гифқа қатыспадым. Және де әр тойдан салынатын видео 10 000, кемінде 10 000 алады қазір, 10 000 просмотр алады. Бұл меніңше үлкен еңбектің арқасы. Сенің бір фишкаларың бар ма? Осыны үнемі тұрақты істеу үшін. Уақытты қайдан табасың? Сен балаң бар, әйелің бар, басқа тірліктерің бар. Егін саласын білем. Сен сторис статустарını көрсең, нүкте ғой просто. Нүкте. Анау бәрін қарап шығу мүмкін емес. Ырымдап қарап саламын да, әйтеуір досым ренжіп қалмасын деп әйтеуір. Былай. Көре салам дейсіз ба? Ол не деген еңбек қана. WhatsApp-қа кірсең, Айдархан бірінші тұрады. Instagram-ға кірсең, нүкте болып тұрады. Сол мен бір минусым. Сол уақытты қайдан табасың соған? Бір минусым сол бір нүкте болу шығар. Негізі ана жол Олжас досым да айтып отыр. Негізі история салсаң да, рилс салсаң да, асықпай салу керек екен. Негізі өзінің бір нелер бар екен, преимуществолар бар екен. Тоже енді Instagram-ды қатты біле қоймын. YouTube туралы бүкіл сұраққа жауап бере аламын. Енді Instagram енді бір жақсы жері, жаңа айтып отырмын ғой, Instagram-ға қайттан келіп оралғаным да жақсы болды. 15,900 подписчигім бар екен, күніне өсіп отыр. Историяларды асықпай салу керек екен, негізі бөліп. Мысалы, кеше түсіріп тастағандарды асықпай салу керек. Мысалы, күніне қанша предоплата түсетінін білемін, мысалы. Ол информация не үшін маған? Ол предоплаталарды салатын себебім, адамдар анау той бергендер, предоплата бергендер өздеріне солар үшін салам негізі. Біріншісі, екінші фишка. Жақсы бір идея айтайын ба саған? Сол чекті аласың да? Сол WhatsApp-ына жібересің. Солай десе болады екен. Біз оны көруге міндетті емеспіз. Анау тойға заказ алмай жүрген жігіттерін енді көтені ашиды ғой, ондайды көріп. Күнде салып отырасың ғой, 20 000, 20 000. да ойлаймын мен, ол да ойлаймын негізі сіздерге. Бұрын мен негізі астындағы ақшасын да көрсетіп салатын. Одан кейін көрсетпей салуды үйрендім енді. Әртүрлі жағдай бар ғой адамдарда. Одан кейін жаңа екінші себеп, мысалы адамдар көреді екен, оказывается, мен предоплатам жаңа көреді ғой, даталарды көріп отырады екен. Қай қалаға барғаным тоже қызық екен адамдарға. Ақтаудан бір клиент звондады, достан 3-4 күн бұрын звондады. Так, сіз 24-і Қарағандыда екенсіз, 23-і боссыз ба дейді. Қазір қарайын, мен уже қарайын болғанда уже соңында ескереді. Августтың 23-і суббота екенін білем. Босап қалдым 23-і дедім да. Онда біз сізді аламыз Ақтөбеге дейді. Мен уже сразу білем, Ақтауға баратын болсаң, самолеттің уақыты сәйкес келмейді, баруға келмейді, келерге келеді, таңертеңге келеді. Ал мен қарадым, сол кезде Ақтөбеге баратын самолеттің уақыты келіп тұр екен, бірақ обратный келесі күні 24 Қарағандыға тойға келмейді. Өйткені Қарағандыда той сағат 1-де басталады. Олар білесіздер, Қарағанды 1-ге шақырады, 2-де уже басталып кетеді. Келмейді екен, өкінішке орай отказ жасадым. Сол сияқты адамдарға керек екен, оказывается. Мен содан кейін уже одан сайын көп сала бердім адамдарға. Біреудің бір жерін аштыру деген мақсатта емес негізі.
жаңағыдай енді тойың көп өзінің- болса сөйтесің ғой, жақсы. Бізге неме айына бір той, соны қайсы бірін сала бересің, оны заказ үсті предоплата етіп, оның үстіне әйелің көріп қалады, алып қояды оның ақшаны. Зачем ол надо? Көзден кетсең ойдан кетесің деген сөзді жүрекке қатты қабылдаған адам сияқты істесем бар ғой. Қай жерде Арыстанды Айдархан айта бер. иә ол да бірақ күшті екен сөз. Сондай сөздерді мен сразу өзіме жазып аламын, керек нәрселер. Осындай тұрақты жұмыс, тұрақты нәрсе істеу үшін не болу керек адамда, не істеу керек? Сенде мотивация не? Сенде мотивация қандай сенде? Мотивация болғанда бұл жерде енді жанұя болғаннан кейін ең бірінші өзің жұмыс істей бермейсің, келіншегің өзің бір обязанностьтары бар деген сияқты. Мен сразу айтайын, ерте тұрып, жетіде тұрып жүгіру ондай нәрсе жоқ менде. Сен тойда жүгіресің ғой себебі. Мен өзім сағат 11-12-де тұрамын, мысалы 12 үргіз, бірде тұрамын, жасырмай ақ қояйын. Менің көбінесе жұмыс істеуге түнде ғой адамның сава дей ма? Сава, үкі? Шабыты ашылатын, үкі деп айтсақ та болады. Түнде ашылады негізі. 4-ке 5-ке дейін ұйықтамаймын мен негізі. Түнгі шабыт дейді ғой, мысалы түнгі шабыт. Сценаристердің өзі түнде жазады ғой, негізі көп нәрселерді авторлар. Түнде жазады, таңертең тұрса идеяң уже ондай болмайды да, басқаша болады. Бірақ жазылып қойды да сенде уже. Сонымен қайттан келесі күні кешке соны до конца жазып тастайсың. Сол сияқты мысалы келіншегім Айнұрға өзі балаларды таңертең өзі алып барады, садикқа, плаванияға деген сияқты өзі алып барады балаларды. Ал мен түсте алып кететін, развозка, мен қайттан алып кететін мен негізі. Түстен кейінгі нәрсе маған өзі сол обязанностьтар бөліп алғанбыз да. Сол жер жақсы негізі. Қасындағы жан-жарың көмектесіп. Түні бойы жұмыс істейсің, видео саласың. Иә. Андай тарап болмайды, рызық несібе Алла тағала береді. Бірақ жалғыз адамға қарағанда үйленсең одан сайын көп несібе береді деген сияқты ғой. Балалы болсаң одан сайын көп нәрсе. Әр нәрсе, әр бала өзі рызық несібесімен келеді деген сияқты ғой. Сол себепті қасындағы келіншегіңмен ауызбіршілігің барлығы дұрыс болса, соның өзі бір жақсы дүниеге алып келеді. Және де дисциплина. Ол да бар негізі. Бұрын енді өзімде бір график болды, қазір енді графикпен жүресің ғой, күнделікті планды заранее ойластырасың, жазып қоясың деген сияқты ғой. Келесі күннің планын осындай барамын, былай істеймін деген сияқты, подкастқа келемін деген сияқты барлық планды жазып қоясың. Бірақ мен түнде обязательно кешке қарай макбуктың алдына отырамын, немесе телефонды аламын да, сол заметкаға обязательно жазамын. Өзімнің ойындарым, авторлық ойындарым болсын, барлығын мен түнде кешке обязательно жазып қоямын. Қалай жаздым, оны уже компьютерға түсіремін, дизайнға түсіремін. Жаңа Photoshop, Adobe Premiere дегендер бар. Final Cut-тарды өзім білемін ғой, әйтеуір. Бұрыннан үйренгенмін, қызыққам негізі. Мамандығым программист негізі. Бірақ мен өзім бірінші курсқа түскеннен бастап 2009 уже тойға кетіп қалдым. Это не мое дедім, программисттен бөлек. Бірақ соның өзі жақсы бір нәтижесін берді, программист болғаным. Өйткені компьютерді жақсы білдім. Дизайн болсын, не болсын, барлығын өзім істей беремін. Той саласында бір 15-17 жылда жүрсің. 16 жыл жүрек. 16 жыл. Қандай қызықтар болды? Сен үшін ең бір қызықты, күшті қандай жағдай болды? Әртүрлі жағдайлар болды. Енді қайсы бірін айта берейік, бірақ еске түскендерін айтайын. Ең қызық нәрселер Медет Махамбет досымыз, әріптесіміз, қазір керемет хирург, врач, лор дәрігер, қазір медиа саласына да шығып жүр, көбінесе сұхбат беріп жүр. Өйткені қазір номер 1 врачтардың бірі деп айтсам қателеспеймін, өте керемет. Көкшетаудың дәрігер, Көкшетау өзіңіздің жерлестеріңіз. Сонымен шыққан кезде бұрын ол тамадатын негізі, Азулы Асаба ақын жігіт қой. Мықты сөйлейді ол. Мықты сөйлейді кәдімгідей. Сонымен тойға шыққан кезде неше түрлі қызықтар болды. Баяғыда 2012 мен музыкантпын, ол кезде диджеймін. Бір тойда есіме түсті, андай сұрақтар бар еді ғой баяғыда, тойларда сұрақ қоятын еді ғой. Қызға қиын сұрақ қояды, үйленіп жатқан жігітке қиын сұрақ қояды. Оңай сұрақ қояды. Сол кезде ең оңай сұрақ, мен картоп жарған, әйтеуір помню, бір ауылдамыз, той басқарып отырмыз. Күшті болып отыр той, өте керемет болып отыр. Енді сол жаңа ойын ойнатын, екінші столда жаңа ойын болды да, екеуін шығарды, торт кесті, одан кейін жаңа ойын ойнатты. Қысқа нұсқа сұрақ осы тез. Мысалы, Боливияның президентінің, 3-ші президентінің бөлесінің есімі кім дейді да қызға. Білмеймін дейді. Осындай деп айтса дейді, олға келген кезде Қазақстан Республикасының ең бірінші президентінің есімі кім десе, Пушкин дейді ғой. Айда, мен ана жерде пультта отырған, мен пульттің астына кіріп кеткен ғой, күлкіден. Вообще қоя алмай жатырмын, музыка қоя алмай жатырмын. Хало гүр ете қалды. Дейді ше Медеттің несі күшті ғой, Пушкин деген хало. Кім дейді, Назарбаев дейді. Назарбаев, да, кешірім сұраймын, басқаша деп естіп қалдым дейді. Әрі қарай позор болмаушы, әдейі приколға айналдырып. Не үшін Пушкин деп айтқансың да? Білмеймін сол не үшін айтқанын, или сасып қалды ма ана жігіт андай прикольный жігіт екен ол да. Пушкин дейді да, халға айда ең жатып қалған. Сол әлі есімде сол.
сол той. Ал енді өзім басқарып жатқан тойлардан енді қызықтар көп. Не үшін очки киесің деп сұрақ қоятындар көп негізі. Тойда жоқ, мысалға былай қарашы, мысалға менің бір басқарған тойым бар. Короче, ет беріп жатыр. Біреу келіп маған айтады, антракт берші дейді да. Не үшін деймін? Қалыңдық, қыз, мас дейді. Той енді басталып жатыр. Мәссаған. Қыдыруда, баяғыда қалада қыдырып жүруші еді ғой. Сол кезде де шаршап қалған ғой. Қатты шаршап қалған, қатты демалып қалған ғой. Иә, той басталмай жатып па? Иә, ондай не ойлашы. Иә, ондай. Сондай мысалы казус дейді ғой. Иә. Мен есіме түсті таңғаларлық жағдай. Мысалы, мен той басқарғанда осы ең жасы кіші жастар 2007 жылғы болды. Ол былтыр болды ол той. 2007-лер үйленіп жатыр ма? 2007. Мен балам 2007 жылғы. Үйленбегендер, сіздерге құлақтарыңыз алтын сырға, 2007-лер уже үйленіп жатыр. Әлі жүрсіңдер, қайдасыңдар тәттелер. Ең кәрі демей-ақ қойын, ең жасы үлкен үйленгендер нешінші жылғы деп ойлайсыз? Жылын айтайын ба, жасын айтайын ба? Жасы или жылы без разницы айта беріңіз. 75. Иә, тура сол. 1975 жылға. Жас емес, жылы 1975. Сол кісілердің тойын былтыр өткіздім. Олар нешеде болды? Олар 50-де ғой. 50-де, 75. Жоқ, нормально ғой. Зато сондай той өткіздім. Енді өзім опытымда айтып жатқаным ғой. Зато бұны айтып жатқан себебім, қойды 40-қа келсін қазір. Жоқ, аналарды демек қойса, сен жаңа айтып жатсың ғой 2007-лер деп. 2007-лер ерте үйленіп жатқанда жақсы шығар, бір жағынан демография көбейеді. Бір жағынан жаңа 75-тер үйленіп жатқаны, ол да жақсы, ешқандай кеш емес. 50-де болсын, 60-та болсын, 70-те болсын. Жалғыз болмайды, иә, жалғыздық Құдай ғана жарасады дейді. Үйленуге ешқашан кеш емес деп айтқым келіп отқаны сол ғой. Тойлар болды, как положено, шоу бағдарлама барлығы күшті өте жоғары деңгейде өтті. Мен бір рет 55-тегі кісілерді үйлендірдім. Олар біраз жыл бірге тұрды, бірақ тойын жасамаған, сол дейді. Одан кейін жасады. Ал сосын былтыр Қызылордада әлі де датасын білемін, өзі дата неге атқа жақсым ғой. 6 январь күні той өткіздім. Былтырғы ең бірінші тойым Қызылордада басталды. Арнайы шақыртты. Ол жерде алтын той болды. Алтын тойда қалыңдық әйел кісі айтеміз ғой, үлкен анамыз айтты. Мен екінші столда кәдімгі тойда киген көйлегімді киіп шығамын деп айтты. Иә. Алтын тойда шығам деді. Фигурасы бұзылмаған ғой. Иә, сосын еще дружок дружка болады деді. Сол тойда болған кәдімгі біз 50 жыл. Екінші стол емес, ол жақта екінші стол деген жоқ қой. Примерно ортасында деді, мен примерно екінші столда айналдырып алып кеттім. Ол 50 жыл ғой. Иә, 50 жыл ғой алтын той кәдімгі. Дружок дружка да бар ма? Дружок дружка да бар. Еще мен идея қостым. Былай істейік, онда регистрация брака істейік. Примерно үлкен бір антракт болады, одан кейін мен сіздерді шақырамын. Ол примерно олар 74-те 75-те ғой. Иә, 75 жас болды ғой деймін, қателеспесем. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қызылорда қаласында үйленіп жатқан екі жасты сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырайық. Мендельсон ортаға шығады. Құрметті күйеу жігіт пен қалыңдық, сіздерді алтын тойларыңызбен құттықтаймын. Неке жүзікті сәндік үшін тақпайды, неке жүзікті мәңгілікке екі жас жүректерінде сақтайды демекші, неке жүзіктеріңізбен алмасуларыңызға болады. Екеуі неке жүзіктерін кигізді. Мен еще бір қызығы, өзінің үйленген не бар ғой? Свидетельство о браке бар ғой? Соны алып сыртын алып барған ғой, еще ұмытып кетпесін. Ана действительно ұмытып кеткен оны. Біреудікін аламызда ұмытып кеткен ғой, соны алып барғанымда, соны ұмытып кеткен ғой. Мен Қызылордада соның сыртын ұмытып кеткен ғой. Іші бар қазір, сырты жоқ. Соны соларға табыстадым, как положено. Роспись барлығын жасады, қолдарын қойды. Ал енді куәгерлер шақырайық деп дружок пен дружка келді, қолдарын қойды. Күшті кәдімгі есте қаларлық бір алтын той болды кәдімгідей. Күшті идея болды, ол кісілерге идея ұнады, сонымен енді саған жұғысты болсын, алла жазса, Айнұр екеуің. Иә, алла жазса, сондай алтын тойға өздеріңізге де жұғысты болсын деген. Нешеге келесің сен ол кезде? Енді мен 23-те үйлендім. 73-ке келесің ба? 73-те алла жазса, 23 жасында үйлендім. Айнұр 22-де болған екен. Сол жұғысты болсын барлығымыз. Ондай күшті ғой, бақытты сәттер ғой. Тойда таяқ жеген, төбелескен сәттер болды ма? Екі рет болды, жаңағындай төбелесіп қалатын кездер болды. Той иелері емес, олар той иелерінен бөлек адамдар болды. Бір несі ораза кезінде болды сол. Ораза кезінде сау адамдар енді төбелеспейді ғой. Кісілер кішкене қызықпаған екен. Содан кейін мен уже ораза кезінде халал тойға ғана көштім. Сразу звондайды клиенттер, халал той ма деймін, жоқ дейді, кешіріңіз, онда оразада алмаймын мен. Басқа кезде ала беремін, бірақ оразада өйткені берекесі болып кетті да сол кезде. Одан бөлек ол екі случай солай болды, төбелесіп қалдық кәдімгідей.
одан бөлек кәдімгі төбелесіп қалған кездер официанттармен төбелесіп қалған кездер болды. Тойдағы дружок бар, сосын соның достары бар. Мә енді анау шкаф үлкен орыстың жігіттері, солармен төбелесіп жүрміз ғой. Тойдан кейін охрана далаға шығарып тастаған бізді. Жетіқазына әлі күнге шейін білемін. Жетіқазынада болған той. Таяқ жеген жоқсыздар ма? Енді олар да ұрды, біз де ұрдық, бірақ өзіміз дегенімізге жеттік та, сонымен Қойдыңдар ма? қойдық қой әйтеуір. Жас келген сайын ба, 30-дан асқаннан кейін ба, тойда бірдеме болса, сіздікі дұрыс дей салам бітті. Хоть ішіп келген адам болсын, қандай болсын, сіздікі дұрыс дей салам бітті, қоя салам. Сол дұрыс екен негізі. Ешкіммен конфликтовать етпей, тыныш қана кеткен дұрыс. Барлықтарыңызға соны кеңес беремін. Жас асабалар особенно, жас кезден барлығы қызуғанды болады ғой. Иә. Қазір ақыл тоқтатамыз. Сен өзіңнің ерекшелігін таптың тойда. Иә. Асаба жолына келген жас жігіттерге өзінің ерекшелігін табу үшін не істеу керек адам? Бір кеңес берейін. Жас асабалар болсын, өзіміздің ортадағы асабалар болсын, барлығымыз бір қазанда қайнап жатқаннан кейін, бір терінің пұшпағын илеп отырған азаматтар болғаннан кейін, андай көреалмаушылық дегенді қою керек та барлығымыз. Бірақ бір айтайын, мысалы біреуден көресің ба ойынды авторынан сұрау. Мысалы Азамат бар, Искаков Азамат деген бар, Қарағанды тамадасы, мықты тамада, негізі жас жігіт. Азамат Искаков, оның Қызылтусский вроде. Қызылтусский ма, кешірімсем, Қызылтусский айтпақшы, Қарағанды деп отыр. Қарағандыда көп жүреді, Аристада постоянно жүреді. Июньда уже жаңа жылдың корпоративін бұрындайды ғой оны. Июньда бұрындап тастайды оны. Азаматқа ризамын, әйтеуір көбінесе авторлық ойындарды сол шығарып атады. Содан бәрі копировать етіп атады. Азекеңе бірақ мен өзім бір ауыз жазамын. Азеке ойының ұнап қалды, бірақ мен тура сол сөздерді алмаймын. Идеясын көрем, бірақ өзім істеген жақсы көремін. Дизайн барлығын өзім өзгертіп аламын. Ана тура астындағы несімен бір копировать ету деген жоқ. Сол себепті айтар кеңесім асабаларға, көресің ба, сұрап ал авторынан. Сұрап ал, рұқсат сұрап ал, бірақ өзің өзгертіп ал. Дизайн болсын барлығын, прям сөзіне дейін айтқан ол. Сөзіне дейін айтқан ол дұрыс емес негізі, дұрыс емес. Ойынды болсын өзгертіп алуға болады. Қазір көбінесе асабаларға оңай ғой қазір. Бұрынғы дүние, енді жаңа өзің айтып жатсың, 4,5 сағат видеоны салғаннан кейін не? Мысалы 10 жыл бұрынғы тоймен қазіргі тойды салыстыруға келмейді мысалы. Неге? Өйткені ол кезде LED экраны жоқ, ол кезде қазіргідей ойындар жоқ. Ойындар болса антракт кезінде 7 биді ойнатады, бұрынғы ұлттар биді ойнатады, бітті. Ал қазір преимущество көп. YouTube-та ашып қой, Санкт-Петербург, Москваның тамадаларын, орыс тамадаларды көрді, соның идеясын қазақшаға ауыстыр, бітті, сенде уже багажың бар мысалы. Сол сияқты ғой. Өзің ізден, любой тамада. Мен түнде мысалы ізденем, жаңағы Москваның тамадаларын қараймын, Санкт-Петербургтың тамадаларын қараймын, шетелдік болсын, орыс тілді тамадаларды қараймын да. Солардан идея бір-екі нәрсе болсын, өзім идеяны өзгертіп, қазақшаны өзіміздің менталитетке келтіріп, өзгертіп аламын да. Өзіңнің дүниең болады ол. Олар танымайсың, олар алыстан сұрамайсың, олар менталитет бізге қатты келмейді, сондықтан өзгертіп аласың. Сол сияқты тамадаларға айтарым, ең бастысы жаңа нәрсені алдың ба, өзіңше өзгертіп ал. Сосын стиль бойынша, фишка бойынша мен енді очкимен деп шықтым. Өзім очкимен, енді оларға білмеймін, айта алмаймын мынадай деп. Мен бірақ өзі бір сала бір нәрседе тұрғанды жақсы көрмеймін, бір орында тұрған жақсы. Қозғалыста жүрген жақсы көремін. Кеше бір күшті бір сұхбат естіп қалдым. Бір кісінің есімін білмеймін, айтқан нәрсесі есіме түсті. Адам дейді қозғалыста жүру, движениеде болу керек. Даже судың өзі бір орында тұрса, ол сасып кетеді дейді. Сол сөз қатты есіме. Ал адам 80% судан құралған. Мінекей сөзіңізге тиек етейін, 80% судан құралған. Сол себепті мен қазір очкименнен бөлек, енді осы сезонда алла жазса шығарайын деп жатырмын. Қазір өздеріңізге де көрсетемін. Неоновый шоумен деген шығарып жатырмын. Шляпа, галстук, очки само собой жанатын, ремень заказ беріп қойдым, жанатын, аты жазылатын, сосын жаңағыдай очки аты жазылатын, сонымен хит болып кеттім. Енді ресторанның светі өшсін деп тілеп жүретін болды. Оны обязательно тоже әкімшілікпен келісеміз, ана жолымыз свет сөнбей қап, мен шықпай қап деген сияқты ғой. Сол сияқты. И міне мысалға мынаның өзі қазір креатив көріне ме, көрмей ме білмеймін. Көрінеді ғой. Екеуінде жақсы кәне. Міне осындай ғой. Осындай міне, дәл өзі осындай. Қазір дамып кетті ғой заман. Алиэкспрессті ашып таста, Темуды ашып тастады, Пиндудан ашып тастады, осындай заказ. Бізге мына фонға подсветка керек еді, осыны қалдырып кетесің бе деп ойлап тұрмын да. Бүйтіп тұратын ба. Сол себепті ізденем деген адамға осындай көп тоже идея көп. Батарейкасы іште. Батарейкасы іште болғаны бұл қытайлардың бір риза болатын ма, барлығы қауіпсіздік бір жағынан, екінші орында удобство дейді ғой, жасап қойған. Мынау USB-мен зарядталады. Екеуі де USB-мен. Еще бір қызығы өмірінде элементарный нәрсе ғой. Бір USB былай саласың ғой, зарядқа қойсың ғой. Содан екі сым шығады, сразу екеуін зарядтайсың. Бір-бірден зарядтау деген жоқ, сразу екеуін зарядтайсың. Сен анандай бір видео түсірсейші.
үйге келесің да, короче. Сенде екі телефон ғой. Иә. Бір телефон зарядка қоясың, екінші телефон наушник, очки, галстук, Иә. шапка, екі аяқ киіп, кроссовки. Иә. Одан кейін электрокар алды, соңында еще зарядка. Иә, иә. Сонда видео түсірсе. Сондай Бәрі электронный. иә, зарядка демекші, былтыр бір күшті бір история есіме түсіп кетті. Семейге заказ алдым, семей шақырды, мен очкимен екен, видеозвонокпен барлығын сөйлесіп алдық. Очкиңді көрсетші деп па? Иә, еще видеозвонок алып қалдым да, ой братан, сен өмірде де очкимен жүреді екенсің ғой дейді да маған. Мен енді күн түсіп тұр, не Жоқ аға, мен ұйықтап жатқан едім демеді ма? сөйттім да, сонымен жас жігіттер жаңағы дружок екен, сол сөйлесіп келістік, барлығын билеттерін алды, броньдады барлығын. Сөйтіп семейге барам. И, короче, ең басына шығайын деп жатырмын, уже как положено, смокинг бәрін киіп алдым. И менде басына выходқа жаңа жазылатын, екі жастың атын жазып шығамын ғой очкиға. Сумкамды ашып басам, очки жоқ қой. Очки жоқ, бүкілін іздеймін, костюмдардың арасында очки жоқ. Выход уже баста деп жатыр. Ё-май, не істеймін, енді басқа очкилар бар ғой менде, андай креативный ұзын очкимді алып алдым, сонымен шығып кеттім. Бірақ енді анаумен шыққан вообще күшті, вау, потолок болды да. И тойдың ортасында жаңа дружок заказ берген сұрайды ғой, Айдархан жазылатын очкиін, оларға дейін мен выход жасап тастаймын да, жастар шақырмай тұрып мен выход жасап тастаймын, халықтың көңіл күйін көтеріп аламын, позитив энергияны беріп тастайсың да халыққа. Содан кейін бірақ жастар шақырасың. И олар көрмеген мен выходымды. И сөйтті жаңа дружок, Айдархан очкиіңді берші, ана жазылатын очкиіңді. Мен ана кім Даниярларға барып кигізіп фотоға түсірейін дейді. Брат, ренжімеші, очкиімді Астанадан ұмытып кеттім деймін анаған. Қалай рас па дейді. Рас, блин, сол керек еді ғой дейді да. И сөйтем да Астана бір күн бұрын тойым болған, сол ресторанға звондаймын, сөйтсем сол ресторанда қалып қойған ғой. Ең несі сол. И сөйтіп мен басқа қалаларға баратын кезде обязательно сол очкиімді бүйтіп. Сен костюмыңды ұмытсаң да очкиіңді ұмытпауың керек. Иә, сол да дұрыс, иә. Бір тойда болғанда рубашкамды ұмытып кеткен кездер, футболкамен ішінен бүйтіп шыға салған кездер болды. Бірақ очки ұмытып кету деген это катастрофа. Адам сенің киіміне емес, көзіне қарайды ғой негізі. Ол да басына қарайды, не бар, қандай очки киіп шықты. Иә, сол жаңа айтып отырмын ғой, тапсырыс берушілер, клиенттер обязательно айтады, очкиларыңызды ұмытпаңыз, керек деп. Мен бір риза болатыным, мысалы осы жылы Қарағандыда мысалы заказдарымыз көп, бір 20 той ма, по-любому жазда бар Қарағандыда. Қарағанды, білмеймін, очкиларыма қатты қызығады. Очкиларымды тойдан кейін обязательно рекорд жасады, бір 40 минут фотосессия жасады мен очкиларыммен. Киіп алады да, фотосессия жасайды. Қызық көреді, короче, өздері бүйтіп фотоға не етеді. Сосын обязательно мен инстаграмға отметка жасап тастайды өздері. Соған білмеймін, таңғаламын, Қарағанды креатив жақсы. Енді қара, Көкшетауда бір жігіт Алиэкспресстен 50 шақты очкиге заказ беріп той басқарса. Қарсы емеспін. Неге десеңіз, Нұрқуат деген тамада бар, павлодарский жігіт. Өз рұқсатын сұрап алды, братан, сен сияқты очкимен болсам қарсы емеспін? Жоқ, қарсы емеспін. Самое главное, мен бір риза болғаным, сен менен сұрап тұрсың дедім да. Сұрамай ала берсе де болады, мысалы оған кім біліп жатыр ол? Иә. Басқарып жатқан жоқ па? Риза болғаным сол да. Ол жігіт тамада өзі. Негізі Павлодар облысында өте танымал тамада Нұрқуат деген жігіт. Рұқсатын алды, все без проблем, ала бер. Міне осы жерден алдым, барлығын айттым да. Осы жерден алдым, міне ссылкасын жіберейін ба, пожалуйста. И сол алды, ол да қазір Павлодарда очкимен болып жүр. Каждому городу нужен свой герой, да? В Америке Спайдермен, Супермен, у нас очкимен. Очкимен, Қазақстане очкимен. Тойда сен алған ең қымбат сыйлық қандай болды? Қазір енді шапан кигізіп жатады асабаларға. Иә, соның бірі де бір екеуі, міне мына шапан. А деген кәдімгі той иелері Қарағандыда болды, Қарағанды демекші. А деп арнайы өздері заказ беріп, Айдархан деп осы заказ беріп, осы шапан. Енді қазақ енді сыйлы қонақтарына ат мінгізіп шапан жапқан дейді ғой. Енді ат сыйлаған жоқ әлі, енді Алла жазса той иелеріне құлақ қағыс деп қояды дейді. Арыстан басын салып берді осы. Иә, мына жерде енді типа король деген сияқты а деп ат мінгізген жоқ, бірақ шапан ғой, енді шапан жауып жатыр, Аллаға шүкір. Жайнамаз сыйлады, жайнамаз, андай жол жайнамаз сыйлады. Сұңқар, Астанада Сұңқар ресторанда болған той иелері, Алла разы болсын. Марал ханым әлі де есімде. Тойды қай жасқа дейін басқарасың? Енді Алла біледі, пока трендте әр нәрсенің өзінің дәурені болады дейді ғой. Любой адамның болсын, любой сфераның болсын өзінің дәурені болады, шарықтау шегі болады, кәдімгідей пигі болады деген сияқты ғой. Қазір мысалы хит тамадалар Никулин, Сабыржандар болып тұрса, өзінің дәуренінде жүріп тұр ғой. Темірді қызған кезінде соқ дейді, бас басып қалу керек та. Сол сияқты енді Алла берген өзі өнерімізді паш еткіземіз. Қалай болады мысалы? 38 жас па, 39 жас па. Тек қана халал тойларды басқарам деген ойын жоқ па? Ондай жоқ, неге десеңіз, былай деп айтайын, негізі алдын оны Сабыржан да айтып өтіп кетті. Адам мысалы көтеріліп алып, нәрсе жағдайларын барлығын жасап алып,
бітті мен халал тойға кетіп қалдым деген нәрсе болмайды да негізі. ішетіндермен араластың ба, до конца аралас десең? Араластың ба, қалай болды, мысалы өзің намаз оқысың өзің үшін деген сияқты ғой, ішпейсің өзің үшін ішпейсің. Өзің әйтеуір отырған үстеліңде әйтеуір жаңа арақ шарап болмаса болған деп ойлаймын мен, өз ойым. Арақ сатпасаң мысалға, соған себеп. әйтеуір басқарып жатсың, сен оларға іш деп көтер деп, баяғыда енді көтеріп қояйық деп айтып алып қояйық деп айтасың, қазір енді олай айтпайсың ғой. Әркім өзі үшін деген сияқты. Саған бір идея, Астанада очкимен деген очки сататын магазин ашқың келмей ме? Маған постоянно айтатын клиенттердің, тойда қонақтардың сөзі: бала, сен очки сатпайсың ба деп постоянно айтады. Прикол ұстап айтамын, Биг Шанхайды 2-ші этаж 302-ші бутик деп прикол ұстап айтамын негізі. Бірақ енді білмеймін, қазір креативный очкилар Каспийда да көбейіп кетті. Мен қарадым, ана жол жіберді, сол жаңа Нұрқуат деген команда жіберді. Креативный очкилардың барлығы Каспийда да қаптап кетті. Асаба болып жүргеніне қанша жыл болды? Асаба осы 3-ші жыл ғана ғой мен негізі. Нақты Асаба. Бірақ 2016-тан бері мен корпоратив басқарамын негізі. Бауыржан досым, Алла разы болсын, өзің де досың, мен де досым. Бауыржан Асылбеков деген мырза. Соның музыканты болдым мен неше жыл. Постоянно қайрайды, Айдархан шықсайшы, тойға шықсайшы деп. Өзің де, мен тойға келген өзің ғой негізі. Думанға бір риза болатыным. Тойға Айдархан сен шық, сен обязательно тойға шығу керексің, тойдың адамысың. Өйткені идеяны мен бұрын орысша тамадалармен де жұмыс істедім ғой. Солардың ойындарын қазақшаға аударып алып келемін да, части тела болсын, басқа ойындар болсын. Мен қазақша аударып келемін да, қазақша неге аудиторияға бір новшество, жаңа нәрсе, тың дүние болады да. Сол себепті жаңа Бауыржан Баука да айтып отты, сен қолыңнан келеді, корпоратив басқарып жатсың ғой орысша қазақша, неге той басқармайсың? Мен тойды мен өзім кәдімгі қорықтым негізі, той басқару енді оңай емес қой, былай шығып ортаға шығып халықтың алдына. Енді қазір енді бүкіл страх бәрі кетіп қалды. Ортаға шығасың, әйтеуір сөздік қорың бар, идеяң бар, ойың бар, багаж бар, опыт бар деген сияқты. Опытпен келетін нәрсе негізі. Сөйтіп Аллаға шүкір шықтық қой. 2023-те все, мен барлығын қоямын дедім да, шығып кеттім. 23-ші жылы қай айда шықтың? 2023 жылы 6 январь, мен әлі помню, 6 январь, 7 январь подряд 2 той болды. Еще бір қызығы, мен 2022-де той басқарғам, негізі басқармадым емес, 2021-де де той басқарғам. Бірақ ара-тұра басқардым. Бір басқарам, музыкант боламын, бір басқарам, сөйтіп жүрдім да. Бірақ келеді екен қолымнан. Енді музыкант болмаймын деген той ол. Сол 2023 6 январь, отырмаймын дедім. Сол жыл январьда қанша заказ болды? Сол жылы көп болды, мен сразу мен шықсам, жарқырап шығам дедім. Қарағанды болды, Қостанай болды, заказдар көбейіп кетті. Бірден ұстадым. Өйткені мен мобилографпен жұмыс істедім, Әміржан Емріші мобилографым. Сразу жұмыс істедім. Любой той, коттеджде болсын, басқа жерде болсын, кішкентай ресторандар болсын, мобилограф алып барам обязательно. Роликтер істеймін. Таргетке жіберем, клиенттерге жіберем. Сол арқылы мен жазға тойларымды кәдімгідей броньдап алдым. Полный суббота воскресенье бос болған жоқпын ғой. Сөйтіп сразу очкимен де жақсы сол кезде өрбіп кетті, сол стиль барлығы. Бір арнаға тоғысты ғой. Мен осыдан бір 10 жыл бұрын той басқарма болатын еді, жүре беретін едім тамада болып. Бірақ мына стиль келмес пе еді, заказым көп болмас пе еді деген сияқты. Мысым басылып қалатын еді, может. Так что Аллаға шүкір әйтеуір. Сабақ дейіне сәтімен дейді ғой. Өзің де себепші болдың, Аллаға шүкір, рахмет, саған алғыс. Айдархан шық, у тебя все получится, давай, дерзай, ты же тамада деп өзің де мен қайрап жүрдің ғой. Соған Алла разы болсын. Вам надо уже разделяться деп айттым. Ал ағайын, сіздермен бірге болған подкаст сөйле, және де мен Думан Айсин, және де біздің бүгінгі қонағымыз Айдархан Жандилин. Келгеніне көп рахмет. Менің саған сыйлығым, сен маған нүкте беріп жатсың ғой, жаңа кнопочка батырма. Менің саған сыйлығым, өткенде Дубайға барып келгем. Сол жерде самолетта бизнес-класста осындай мінеки сумочкалар береді, Ангаро. Мен соны ашпай, ішіндегі заттарын тиіспей, мінеки пломбасы бар өзінің. Саған арнайы алып келдім. Сен Қазақстан бойынша көп ұшатын болдың қазір. Алла жазса, енді Air Астананың Gold Brilliant пассажиры бол, бизнес-класспен ұшатын бол. Ой, рахмет, Алла разы болсын, қолыңды алып қойын да ке. Мен де құрғыл келген жоқпын негізі. Кішкентай болса да бұл енді күшті, керемет. Енді жаңа мотивация деп жатсың, негізі өзіңнен қарап та мотивация аламын. Неге десең, екеуміз әйтеуір былай күнде көріспесек та, сен әйтеуір Кореяда болсын звондай саласың маған, мен де звондаймын, қайдасың, қай қаладасың деген сияқты ғой. Таңертең Дубайда болсаң, кешке Алматыда шай ішіп жатасың деген сияқты ғой. Сен соған ризамын да, әйтеуір өзіңе қарап еңбекқорлықты үйренемін сенен, негізі Алла разы болсын. Көп поддержка берген өзің, мотивация берген өзің, постоянно Айдархан шоумен бол, запиши песню, ән жаз,
дама ары қарай деп кәдімгі күшті мотивация береді, соған ризамын. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Көп көрген елдерді көрген адамсың, бір кітап оқығанша бір елге барған жақсы дейді ғой мысалы. Сол сияқты. Енді Алла разы болсын, күшті, керемет, жұғысты болсын Алла. Енді мен де құр қол келген жоқпын. Қазір мінекей берейін. Мінекей арнайы Алиф фирмасы ұсынған. Енді керемет деймін, дәретім бар. Бисмилля деп Құран кәрімді осы сөйле подкастқа арнайы алып келдім. Осы жерде тұрса деген ниеттемін. Құран деген енді өздеріңіз білесіздер, ең асыл кітап, өзіміздің асыл дініміздегі ең асыл кітап. Құран кәрімді өздеріңізге осы сөйле подкастқа төрінде тұра ма, әйтеуір бір бөлмеде болсын, әрбір мұсылманның үйінде тұру керек қой. Осыны сыйлауға рұқсат етіңіздер. Бисмилля деп мінекей Құран кәрімді өздеріңізге сыйлаймын. Рахмет. Мынаған бір серьезный очки жоқ болсын. Күшті, құнды сыйлық. Иә. Қазақшасы ма, арабшасы ма? Бұл жерде арабшасы, бірақ QR мен қазақшасы шығады. QR мен заман дамыған ғой. Сөйле подкаст. Hasta la vista, baby.